Асел Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бұл апта сіздердің назарларыңызға өте жұмсақ, ерекше дәмді, мол ірімшікті бәлішті ұсынбақпын. Бәліш өте жеңіл дайындалады. Ең алғашқы қадамымыз қамыры болмақ. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді өзара араластырып, жылы сұйықтығымызды, яғни суымызды қосып, қамырды илейміз. Мен бұл жерде инстантный дейді, яғни тез арада көтерілетін ашытқыны қолдандым. Ал егер де сіз белсенді ашытқы қолданатын болсаңыз, яғни активный дрожжи деп аталады, онда сіз сұйықтыққа бір шай қасығы шекер қосып, сосын ашытқыңызды қосып, кішкене ашытқыңызды жұмыс еткізіп аласыз, яғни активировать етіп аласыз. Бұл мағлұматтардың бәрі ашытқының қорапшасының сыртында жазылып тұрады, соған қарай әрекет етсеңіз болады. Қамырымыз шар формасын ала бастаған кезде бөлме температурасындағы сары майды қосып, қамырымызды илеуді жалғастырамыз. Бұл жерде үлкен бір кеңесім сіздерге: қамырды ең аз дегенде 10 минут илеңіз. Солай жасау арқылы қамырыңыз сіздің икемді, нәтижеде өте үлпілдек бір қамырға қол жеткізесіз. Сол себепте ерінбей 10 минуттай қамырды илейміз. Қамырдың дайын болғанын қамыр ыдысқа жабыспау керек, қолымызға жабыспау керек, және сондай бір жұмсақ қамырға айналу керек. Қамырымыз иленіп жатқан кезде тағы да ашытқының үшінші түрі туралы айтып кетейін. Ашытқы балғын болады, яғни свежі. Егер де сіз балғын ашытқы қолданатын болсаңыз, ол кезде ингредиенттер тізімінде көрсетілген ашытқыны 3 есе көбейтесіз, яғни 12 грамм саласыз. Сонымен қатар достар, көп уақытта ингредиенттердің тізімін сұрап жатасыздар. Ол тізімдер осы видеоның астында ашып қарасаңыз, бүкіл тізімі қазақ, орыс тілінде жазылып тұрады. Соған мұқият болыңыздар. Бүкіл ингредиенттер видеоның астында тұр. Қамырымызды илеп болдық. Видеода көріп тұрғандай ыдысқа, қолға жабыспайды, өте жұмсақ, сондай икемді бір массаға, қамырға айналды. Тура осындай дәрежеге дейін жеткізіңіздер. Қамырымызды ас үй сүлгісімен жауып, 2 есе көтерілгенге дейін жылы жерге қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін, қамырымыз 2 есе көтерілгеннен кейін, қамырымызды шеңбер көлемінде жаямыз. Шеңберді жайған кезде қамырдың қалыңды қатты жұқа болмауына мән беріңіздер. Видеода көрсетілгендей қамырдың екі шетін бір-біріне алып келеміз де, ортасын ашып, тек қана видеодағыда үсті мен астын ғана бір-біріне жабыстырамыз. Және де ірімшік салатын аймағын қаттырақ ашуға тырысыңыздар. Яғни неғұрлым ортасы көбірек ашық болса, соғұрлым ірімшік көп сияды. Яғни соғұрлым бәліштің де дәмі өте дәмді, сондай мол ірімшікті болып шығады. Видеода көргендей мен тағы да ірімшік қосып жатырмын, яғни неғұрлым көп болса, тағы да айтамын, соғұрлым біздің бәлішіміз дәмді болып шығады. Ірімшікті орналастырғаннан кейін жұмыртқа сарысын жандарына жағып шығасыздар. Жұмыртқа сарысын жағып болғаннан кейін күнжіт тұқымдары мен қара зейтін тұқымдарын сеуіп шығыңыздар. Алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пеште бәлішіміздің үсті сарғайып, ірімшігі ерігенге дейін пісіреміз, яғни орталама 20-30 минут пеште ұстаймыз. Бәлішіміз дайын. Қараңыздар, қандай керемет! Үлпілдек, сонда бір жұмсақтығы экраннан да көрініп тұрған секілді, ал ірімшігін қараңыз, қандай мол ірімшікті болып шықты. Кездескенше күн жақсы болғай достар. Асел Style Breakfast каналына жазылыңыздар.